Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте оңай жарты сағатта дайын болатын гречканың рецептімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Бұл гречканың жасалу жолы да өте оңай, сондықтан видеомнан алыстамай соңына дейін қараңыздар. Ол үшін біздерге тауық еті керек болады, сәбіз, пияз керек болады. Сіздер қалауыңызша ет қоссаңыздар да болады. Ең бірінші біздер осылай ұсақтап аламыз, етімізді ұсақтап турап, сосын сәбізімізді осылай үккіштен өткіземіз. Сосын қалғандарын бәрін осылай пышақпен турап аласыздар. Ең бірінші біздер қызып тұрған майымызда етімізді қуырып бастаймыз. Үстіне аздап тұзымызды саламыз. Енді жақсылап қуырамыз, суы тартылғанша қуырамыз. Қазір қуырған кезде суы шығады, сондықтан жақсылап тұрып қуырамыз. Міне дайын болды. Енді пиязымыз бен болгар бұрышын салып, тағы да қуырамыз. Үстіне сәбізімізді де саламыз. Енді жақсылап бүкілін бірге араластырып қуырамыз. Негізінде сіздер тауық етінің орнына қалаған етіңізді қоссаңыздар болады. Сол кезінде үстіне су құйып қайнатуларыңыз керек. Жарты сағаттай пісетін уақыт болғанша қайнатуларыңыз керек. Енді мен тауық еті болғандықтан үстіне жуып дайын болған гречкамызды салып, бір араластырып жібереміз. Енді керек мөлшерде су құямыз, гречкамыз бататындай етіп. Енді су қайнағанша жақсылап тұрып қайнатамыз. Су бойындағы кеткен кезінде бұл тамағымыз дайын болады. Міне қыздар, біздердің тамағымыз дайын болды. Өте уақыты да аз алатын тамақтардың бірі. Сіздер де жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеомда кездескенше сау саламат болыңыздар.